Аяқ сіңірінің тартылуы жиі кездесетін жағдай, әсіресе ол түнде мазалайды. Аяқ бұлшықеттері еріксіз жиырылады және ауырады. Ол неліктен пайда болады? Себептерін білу арқылы оның алдын алуға болады. Құрметті достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі себептерін анықтай отырып, ең бірінші себеп бұл суды аз ішу болып табылады. Яғни судың жетіспеуі бұл бұлшықеттер құрысуын шақырады. Қарқынды физикалық жаттығулар мен қоршаған ортаның жоғары температурасы ағзаның сусындануына ықпал етеді. Таза судың орнына күні бойы кофе немесе шай ішіп жүру бұл ағзаның сусындануына әкеледі. Егер аяқ сіңірі түйілуінің себебі ағзаның сусындануында болса, онда күніне 7-8 стакан су ішу қажет. Яғни ағзаны суға толтыруымыз қажет. Келесі себеп бұл созылмалы аурулар, яғни диабет, гипертония, артрит, неврологиялық аурулар және депрессия секілді созылмалы аурулардың себебінен де аяқ сіңірінің тартылуы, түйілуі болады. Оның себебі кейде сол ауруларды емдеу үшін ішкен дәрілерге де байланысты болып келеді. Ал басқа жағдайларда, яғни диабет, неврологиялық аурулар кезінде жүйке жүйелер жұмысының бұзылғандықтан осындай аяқ түйілулері пайда болады. Варикозда аяқтың сіңірдің тартылуына алып келеді. Яғни аяқтың төменгі тұсының ісінуі, аяқтардағы ауырсыну мен шаршау бұл варикоздың белгісі екені мәлім. Бұл көбінесе тамырлардағы қан ағымының бұзылуынан, қанның тоқырауынан және жүйке жүйесінің бұзылысынан да туындайды. Сондай-ақ ағзада электролиттердің балансының бұзылысының әсерінен де аяқ сіңірі тартылады. Яғни электролит бұл натрий-калий балансының арасындағы бұзылыс нәтижесінде аяқта сіңір тартылады. Ол үшін бізге көп жағдайда көкөністерді, таза өнімдерді жеу қажет. Келесі себеп бұлшықеттерге күш түсіруі мүмкін. Ауыр жаттығуларды бұрыннан бұлшықеттер құрысуымен байланыстырады. Қаңқалық бұлшықеттерге артық күш түсіру және шаршаңқылық артық күш түсірілген бұлшықет талшықтарының түйілуіне алып келеді. Одан барып бізде аяқ сіңірі тартылады. Бұл көп жағдайда кәсіби спортшылар арасында кең тараған. Аяқ сіңірінің тартуынан арылу үшін көп жағдайда сұйықтық ішу қажет, көкөністерді, таза өнімдерді жеу қажет, аяққа массаж алу қажет. Құрметті достар, 5 батырмасын басуды ұмытпаңыздар.